Жеке жыл саны 8, жетістіктер жылы, белсенді жыл, тану, құрметтеу, марапаттау, басқару, бизнес, ақша, белсенділік жылы, көшбасшылық, материалдық тұрақтылық. Күш-жігер түпкілікті нәтижені анықтайды. Барлық жағдайда тиімділік, іскерлік көзқарас болуы керек. Материалдық жағдайға назар аударыңыз. Бұл сондай-ақ адалдықты тексеру жылы. Инвестиция үшін және үй сатып алуға қолайлы жыл. Өз жетістіктеріңізде азғындыққа жол бермеңіз. Өйткені өз жолыңызды байлайсыз. Кез келген күтпеген сыйақы, пайда, адалдықты тексерудің бір түрі. Сондықтан бөлісу маңызды. Биылғы жыл бұл басы бос жандар үшін үйленуге жақсы мүмкіндік. Сіз үшін биылғы жыл несімен қолайлы? Болашаққа қаржы базасын құрумен айналысу, немесе осы базаны нығайту, өз өмірінің рухани және материалдық салаларын бір уақытта дамыту, көшбасшы рөлін алыңыз. Өз бизнесіңізді құру немесе дамыту, мансап жасау, жақын салада басқару дағдыларын жүзеге асыру. Жыл күші. Көшбасшысының қасиеттерін дамыту, өз ортасында өз беделін нығайту, жеке пайда үшін ғана емес, басқалардың игілігі үшін жұмыс істеу, қаржыны сауатты басқару, жауапкершілік және қажырлы еңбек, эмоцияны бақылау. Достар, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.